Ұйқы өлтіре ала ма? Қорқынышты және шынайы емес естіледі. Бірақ бұл бейнероликті өшіруге асықпаңыз. Омыртқа мен жүрек қан тамыр жүйесінің ауыр ауруларының қаупі шынымен ұйқының бұзылуында жатыр. Олардың кейбіреулері инфарктпен немесе инсультпен аяқталуы мүмкін. Бұл өлімге әкелетін қауіп. Мұндай тәуекелдерді қалай болдырмауға болады? Қандай ұйықтау позалары қауіпті және қайсысы дұрыс? Бұл туралы бүгін осы бейнероликте айтатын боламыз. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылып, жас арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз біздің ары қарай жұмыс жасауымызға үлкен шабыт береді. Ұйқының сапасын не анықтайды? Ұйқы биохимиясының негізгі параметрі мелатонин гормонының деңгейі. Бұл гормон өте оңай жойылады, ал мелатониннің ең қауіпті жойғышы алкоголь. Өкінішке орай, ұйықтар алдында ішсеңіз, тезірек ұйықтап, жақсы ұйықтайсыз деген миф әлі де бар. Дегенмен, іс жүзінде мас күйінде тез ұйықтап кету, түн ортасында күрт оянумен ұйқысыздықпен ауыстырылады. Ұйқының сапасын екінші жиі кездесетін мәселесі артық тамақтану. Егер адам ұйықтар алдында тамақтанса, қан миды емес, асқазанды қамтамасыз ету үшін кетеді. Ал ұйқының сапасы айтарлықтай нашарлайды. Сонымен қатар, дене алдымен тамақты сіңіруі керек. Бұл ұйқыға кету уақытын айтарлықтай кешіктіреді. Бұл жағдайда толық асқазан белгілі бір позаларда жүрек пен ұйқының қысылуына әкеледі. Сондықтан кешкі ас пен ұйқы арасындағы аралық кемінде 4 сағат болуы керек. Үшінші ұйқы мәселесі дұрыс емес поза. Бұл қорқынышты болып көрінетін шығар, бірақ қауіпсіз ойлағаннан әлдеқайда үлкен. Ең кішкентай салдары аяқ қолдардың қатаюы және жансыздануы. Дегенмен бұл айсбергтің бір ұшы ғана. Егер мұндай позалар әдетке айналса, онда адам үнемі жеткілікті ұйықтамайды. Осыдан күні бойы әлсіздік пен ұйқышылдық орын алады. Уақыт өте келе созылмалы шаршау синдромы, онымен иммунитеттің төмендеуі және көптеген денсаулық проблемалар қалыптасатын болады. Адам тіпті оларды ұйқының бұзылуымен байланыстырмай, басқа себептерді іздеуге бекер тырысады. Неліктен позалар ұйқыға және дененің жалпы жағдайына қатты әсер етеді? Мұның бәрі миды және дененің басқа бөліктерін қанмен қамтамасыз етуге жауап беретін мойын және омыртқалы артерияларды қысу болып табылады. Нәтижесінде қан ағымы үнемі бұзылады. Өмірлік маңызды органдар жеткілікті мөлшерде оттегі мен қоректік заттарды алмайды. Бұл олардың патологияларының дамуына ықпал етеді. Бұл болашақта инфаркт пен инсультке әкелуі мүмкін. Айтпақшы, мұндай бұзушылықтар тіпті сыртқы көрініске де әсер етеді. Мысалы, бет капиллярындағы қан айналымы бұзылғандықтан тері бозарып, ісініп, әжімдер пайда болады. Қандай ұйықтау позалары денсаулыққа қауіпті және қалай керісінше дұрыс ұйықтап жеткілікті ұйықтау керек? Бұл бейнені соңына дейін қараңыз. Біз сізге барлық нюанстар туралы айтып береміз. Ұйқы сабақтары бұл қарапайым ғылымды әркім білуі керек. Өйткені ол денсаулықты қорғап қана қоймай, өмірді ұзартады. Ең алдымен ұйқыға дұрыс дайындалу керек. Ұйықтар алдында ішімдік пен дәмді кешкі астан бас тарту керектігі туралы жоғарыда айтылған болатын. Бірақ жатын бөлмені жақсы желдетіп, қарапайым тыныс алу жаттығуларын жасау бірдей маңызды. Мұны істеу үшін 6-ға дейін санап, бірнеше минут бойы ұзақ терең тыныс алыңыз және бірдей дем шығару керек. Алдымен бұл қиын болуы мүмкін. Сондықтан қысқа мерзімді ингаляциялар мен дем шығаруды ауыстырып, олардың ұзақтығын бірте-бірте көбейтуге тырысқан жөн. Осылайша сіз тез және оңай ұйықтайсыз. Дұрыс позаны таңдау туралы есте сақтау маңызды. Бірақ алдымен сіз қандай ұйықтау позалары сіздің денсаулығыңыз үшін зиянды және неге екенін түсініп алуыңыз керек. Біріншіден, ішімен жатып ұйықтау. Бұл поза тек сау омыртқасы бар адамдар үшін жарамды. Бұл позада тұрақты ұйқы кезінде қолдар ұйып кете бастайды. Бұл қан ағымының бұзылуын тікелей көрсеткіші. Екінші поза арқамен ұйықтау. Дәл осы күйде жиі қорыл пайда болады. Олармен бірге қысымның көтерілуі, тыныс алудың тоқтауы және қанның ұюы бұзылады. Нәтижесінде ұйқының болмауы, таңертең бас ауруы және мұндай жағдайлардың себептерін іздеген кезде дәрігерлер микроинфаркт пен микроинсульт диагнозын қояды. Үшінші зиянды қалып, қолды шетке тастау. Түнде қол бұлшық кернеуіне шамадан тыс жүктемені сезінеді. Бұл невропатияға әкеледі. Қолды басын астына қойғанда да солай болады. Сонда қалай дұрыс ұйықтау керек? Бүйірмен ұйықтау сіздің денеңіз үшін ең жақсы поза. Бұл позада омыртқа барынша босаңсиды. Ал одан да ыңғайлы болу үшін жақсы жастықты таңдау маңызды.
Бұл жай ғана оңтайлы қалыңдықтағы тым жұқа емес және тым қалың емес жастық немесе жүктілік жастығы деп аталатын жастық болуы мүмкін. Оның бір ұшы басының астына, екінші жамбас арасына орналастырылады. Дұрыс ұйықтау әдеттері жүрек жұмысының бұзылуының, миды қанмен қамтамасыз етудің, сондай-ақ омыртқа ауруларының дамуын айтарлықтай төмендетеді. Сондықтан дұрыс ұйықтау позасын таңдап ұзақ өмір сүріңіз. Егер де ақпарат пайдалы болған болса, бұл видеоны достарыңызға, тума-туыс ағайынға жіберулерін сұралады. Сіздермен бірге болған дертке ем арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Түннен түгел шығайық.